Асан қайғының жерге айтқан сындары. Асан қайғы желмая мініп желдіртіп, сарыарқаны аралап жүргенде, әр жерге айтқан сындары мынау екен. Ұзын аққан ертісті көргенде, мына шіркіннің баласы тойдым деп қарап отырмас, қарным ашты деп жылап отырмас. Сиырдың мүйізі доңыздың құлағы шығып тұрған жер екен депті. Түндікті өзенін көргенде 12 қызылық ой түндік, маңырап жатқан қой түндік, қойдың құлағы тұтам шығып тұрған жер екен деп тастап кетуге қимай артына 3 қараған екен. Сонан 3 қара атанған екен таудың аты. Қызыл тауға келгенде тау тасы кеш болғандай қой болып аңыранып жатады екен. Тоқты қысыр қалмайтын жер екен депті. Баянауыл тауын көргенде ат ерін алмайтын жер екен. Бауырында тұзы бар екен, тұзы ауыр екен. Бір түн түнеп кетемін деген адам бір жұма тоқтап қалады екен. Тұзы жібермейді екен депті. Ащы бойына келгенде артына қарап, Баянауыл, сенің қоныс болып тұрғаның мынау, ащының арқасы екен. Мал жазғы тұрым бір жұма ашшылайды екен. Күзге таман бір жұма ашшылайды екен. Сонысы бір жылға татиды екен депті. Шідерті деген өзенді көргенде, мына шіркіннің топырағы асыл екен. 6 ай мініп арықтаған ат, 1 айда майға бітетін жер екен. Бос жылқы шідерлеп қойғандай тоқтайтын жылқының өріс екен депті. Өлеңті өзенін көргенде, тоқтап еш нәрсе айтпай өлеңдете берген екен. Неге үндемейсіз дегенде аз тұрып, өлеңтінің суы май, шідертінің шөбі май деп жүре беріпті. Сілетіден өтіп, жалаңаштың тұзына барғанда, аттың төбеліндей жалаңаш, сен алдыма өңгерейін бе, артыма бөктерейін бе, қай жарама тартайын? Айналаң онан басқа мінің жоқ, табылмайтын жер екенсің депті. Есіл өзенін көргенде, жарымен суы тең, жарлысымен байы тең болатын жер екен депті. Нұраның бойын көргенде, 6 күнде ат семіртіп мінетін жер екен депті. Торғай өзенін көргенде, ағар суы бал татыған, ақ шабағы май татыған жер екен депті. Теріс аққан деген өзенді көргенде, сарыарқаның тұздық екен депті. Жеті қоңырды көргенде, сарыарқаның маусым екен депті. Ұзын аққан сыр бойын көргенде, басы байтақ, аяғы тайпақ қоныс екен. Қара тауды жайласам, сырдың бойын қыстасам, қоныс болуға сонда дұрыс екен депті. Сулы келес, құрлы келес өзендерін көргенде, мөңіреуің сиыр болып мөңіреуін, сиыр тұқымы үзілмейтін жер екен депті. Асан қайғы бүкіл алталаштың, қазақтың жер суын, қонысын көрем, бұларға жағдай туғызамын деп көп заман өмірін далада өткізіпті. Жүрген жерінде жақсы қонысқа да баға беріпті. Асан қайғы Жиделбайсын жеріне қызығып, ай Жиделбайсын, артыма бөктеріп кетер едім, әттең атым көтер алмайдау депті. Яссы қаласын қазіргі Түркістан, олардың молдаларын көргенде, ай қарыш жері бір арық, жер сорлысы мұнды екен, әйелі семіз, ері арық, жұрт сорлысы мұнды екен депті. Шыңғырлауды көргенде, ай шыңғырлау, жылқы өзі өскен жоқ, шыңғырлау сен өсірдің деп 3 айналып, шыңғырлаудың суына қолын малып отырып, шыңғырлау өкпелер, аттың ерін ал, қонайық, ат суарып, аунап-қунап кетейік деген екен. Ай жанарыстан, жырымдай суға бола шетте қалдың-ау, есіл ерім ай деп, бір төбеге келіп жылап тұрған екен. Асан қайғы Бекарыс тұқымынан, орта жүз, қайтыс болған жері Ұлытаудың басы болса керек.